Биыл Сайын ауылындағы Қазына этнолагерінде 160 бала демалады. Оқушылар 2 апта бойы ұлттық тәрбие алып, бос уақытын тиімді өткізеді. Жазғы лагерге жыл ішінде жетістікке жеткен және әлеуметтік аз қамтылған отбасының балалары барады. Қазына этнолагері биыл 3-ші рет ұйымдастырылып отыр. Мектеп жанынан ашылған демалыс орнында 9 үйірме жұмыс істейді. Басқұр, шиғұрақ, әжемнің ертегісі, атамның өсиеті сияқты лагер бағыттары балаларға ұлттық өнер мен дәстүрді дәріптейді. Білім алушылар қазақтың ойындары мен ұлттық тағамдарының жасалу жолында үйренеді. 1 мен 8-ші сынып оқушыларының ішінде лагерге тұрақты келіп жүргендер де бар. Осы мектеп ұйымдастырып атқан Қазына этнолагеріне 3-ші жыл қатысып жатырмын. Бізде лагерде күн сайын ұлттық спорттық ойындар өткізіледі. Бізде дәстүрлі әндер үйретеді, бата жаттатқызады. Былтырғы лагерде мен үйірмеде атқа мінуді үйрендім. Биыл лагерде дәл сондай күшті сезімде болам деп үміттемін. Білім ошағындағы үйірме кабинеттері этностильде сәнделген. Лагер демалушылары 8 топқа бөлініп, жетекшілермен түрлі сабаққа қатысады. Қыздар тігін тігіп, жүннен бұйым жасаудың негізін меңгереді. Ал ер балалар атқа мініп, баба мұрасының маңызын біле түседі. Оған қоса жыл сайын мектеп ауласында ағаш үй тігіледі. Ағаш үйдің тігілуінен бастап балаға көрсетеміз. Топ-тобымен әкеліп, ағаш үйдің қалай құрылу керек екендігін, керегесінің қалай жайылып, оғының қалай қадалып, шаңырақтың қалай көтерілетінен бастап, әрбір ағаш үйдің ішіндегі әрбір киізінің қалай аталатындығын, қалай оюлардың қандай ұлттық мақсатта бар екендігін, қандай тәрбие беретіндігіне шейін осы үйірмелерде айтылады. Ұлттық өнерімен, ұлттық мұрамызбен сусындап, бала жазғы демалысын жақсы бастағаны біз үшін өте жақсы. Сондықтан да барлық балаға жақсы, жайлы демалыс тілеймін. Айта кетейік, Сайын ауылындағы нөмір 1-ші мектеп лицейінде жалпы 1270-тен астам оқушы бар. Осы жылы соның 61-і 11-ші сынып бітірсе, 107-сі 9-ші сыныпта аяқтады. Мөлдір Батырбай, Надежан Спандияр, Дидар.